Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Есінен танып қалып, бұл көптеген адамда байқалатын жағымсыз құбылыстардың бірі деуге болады. Егер де ол күтпеген жағдайда орын алса, соңы көптеген қайғылы, немесе ұятқа қаларлықтай аяқталуы мүмкін. Сіздермен Алтын балта арнасы. Бүгін сіздерге күтпеген кезде талып қалған адамдарды көрсететін боламыз. 2013 жылы ақпан айында Хорватия телеарналарының бірінің жүргізушісі есінен танып құлап қалды. Бір жаман жағы, бұл балаларға арналған бағдарлама болатын. Жүргізушінің құлағанын барлық балалар көрді деуге болады. Ал құлауының себебі ise 3 айлық жүкті болғандықтан әлсіреп есінен танып қалған екен. Тойларда есінен танып қалған кездерді көптеп көреміз. Бұндай жағдайда үйленіп жатқандар көмекке асығады. Алайда біздің кейіпкерлер отау құрып жатқанына бақытты болғаны соншалықты бірден байқай қоймады. Байқаса да орындарынан жылжымады. Кез келген адам өзінің талып жатқанын телеарна арқылы барлығы көргенін қаламайтын шығар. Алайда америкалық мына тележүргізушінің жолы болмады деуге болады. Ол есінен танып адамдардың назарын өзіне аударып қана қоймай, барлығыңызға таныс дауысты да шығарды. Осыдан кейін тексерілгенде жүкті екені анықталған. Маңызды жарыстарда спортшылар барынша беріліп әрекет ететіні соншалықты өз мүмкіншіліктерінің шегіне шығып кетеді. Бұны олар байқай бермейді. Зілтемір көтеру бойынша халықаралық жарыста Грузия спортшысы 165 кг салмақты 2 рет көтеруге тырысты. Екеуінде де есінен танып қалумен аяқталды. Жігіттің жолы болды деуге болады. Себебі темір үстін басып қалуы да мүмкін еді. Үлкен жолдың жанында есінен танып құлап қалудың соңы қайғылы аяқталуы мүмкін. Себебі көліктің басқаруында қандай адам отырғанын ешкім білмейді. Ал мына адамның жолы болды деуге болады. Ол есінен танып жолдың жанына құлап қалғанда, көліктегілер тоқтап, тағы да адамдар келіп, оны жолдың шетіне шығарып, жедел жәрдем шақыра бастады. Кейде адамға қарай айтылған сын сөздердің ауырлығы соншалықты есінен танып қалуы мүмкін екен. Бұны Португалия президенті көрсетті деуге болады. 2014 жылы Португалия күні мерекесінде жиналған адамдар президенттің жүргізіп жатқан саясатына қарсы екендігін білдіріп, айтқан сөздеріне шыдай алмастан талып қалды. 2014 жылы Санкт-Петербургте өткен бодибилдерлер жарысында қатысушылардың бірі есінен танып құлап қалды. Жарысты жеңіп шығуына мүмкіншілігі болғанымен ойыннан шығуына тура келді. Ауруханаға барып тексерілгенде дұрыс ұйықтамағандықтан әлсірегені анықталған. Екі мың 2015 жылы Бразилияда қыздар арасындағы жарыста жергілікті команда келген қарсыластарын 10-0 есебімен жеңді. Жеңіске команда өз күшімен жетті деуге келмейді. Себебі қарсылас команда Бразилияның ыстық күніне дайын емес еді. Ойынның соңына дейін 6 адамды жедел жәрдем алып кетті, ал қалғандарының ойнауға шамасы келмеді. Қарсылас командада ойнайтын адам қалмаған соң 83-ші минутта ойынды тоқтатуға мәжбүр болды. Кішігірім самолеттегі серуеннің соңы қайғылы аяқтала жаздады. Ұшушы талып қалып, самолет жерге қарай құлай бастады. Патрик! Ай, карар! Ай! Патрик! Жолаушы шошығаннан не істерін білмей қалды. Бағына орай, бұл ұшушының әзілі екен. Достар, видеомыз ұнаған болса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.